Ал топқа бөлініп болдық, отырдық. Ал енді көңіл күйлерің қандай болды? Керемет! Сабаққа дайындықтарың қандай? Тамаша! Үй тапсырмасына қалай дайындалып келдіңдер? Тамаша! Олай болса, қазір мен тексеремін. Ол үшін сағат тілі әдісі бойынша, мінекей біздің сағатымыз дайын. Барлығымыз үй тапсырмасы бойынша қағаздар дайындап, қағазға жазамыз, сұрақтар жазамыз. Бір-бір сұрақ жазамыз үй тапсырмасы бойынша. Иә, Құрманғазы тақырыбы бойынша бір-бір сұрақ жазамыз. Не болды Ақниет? Міне. Дайын болсақ, алып кеп қоя беріңдер. Иә, қоямыз. Сағат бойынша қойып шығамыз. Орналастырамыз. Болдық па барлығымыз? Алтынай. Енді барлығымыз кеп тұрамыз. Шеңберге тұрамыз. Араларымызды ашып тұрамыз. Ақниет, кішкене былайырақ тұрыңдар. Сағат тілімен айналамыз. Менің әжемдара, ақылым молдана, жақсы көрем әжесіз ғана. О, туған бала, әжемізге ғана, сізде әже бізде табылғана. Алсыз күнсіз, жарық берген игесіз нұрсыз. Жуас Бір-бір сұрақтан аламыз. Кім дайын? Мен. Ахмет Жұбанов кім? Ол Ахмет Жұбанов деген ол Абай жолын жазған. Кім Ахмет Жұбанов деген? Ол кісі Кім? Кім айтады? Кім толық нақты айтады? Ахмет Жұбанов деген кім? бұл сұрақты мен жаздым. Ақнұр, аяулым. Ахмет Жұбанов деген кім? Ахмет Жұбанов Ақын, жазушы, композитор, сосын қазақ музыкасын зерттеуші. Ақниет, есіңе сақта. Келесі жол Аян, жылдам. Құрманғазы қандай би ойнады? Ол серпер деген сөз ойнады. Дұрыс па? Ары қарата тез-тез. Ақнұр. Мен оқиыншы айтайын. Ақмаңдай қандай домбырасын тартты? Ақмаңдай өзінің үкілі домбырасын тартты. Сары. Жақсы. Ары қарата. Аяулым. Құрманғазы Сағырбай ұлы кім? Күйші. Дұрыс. Ары қарата.